Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен осындай кремнің жасалу жолымен бөліскім келеді. Өте жақсы өзінің формасын ұстайтын болады. Бисквит торттарына өте керемет келеді. Менімен бірге жасап көріңіздер. Ең алдымен осылай сүтімізге қантымызды, жұмыртқамызды салып, жақсылап венчикпен араластырып аламыз. Осылай кішкене араластырамыз, қантымыз кішкене ериді. Содан соң жай отқа газымызға қоятын боламыз. Біздің креміміз күйіп кетпеуі қажет, сондықтан оны 1-2 минут сайын қарап бұлғап тұрғанымыз жақсы. Содан соң дайын болғаннан кейін оны басқа ыдысқа құйып аламыз да суытатын боламыз. Мінекей осындай формасы осындай болуы қажет. Осылай целлофанды бетіне жауып, әбден суытатын боламыз. Бөлме температурасында осылай сары майымды шығарып қойдым, және жаңағы кремім екеуінің температурасы бірдей болуы қажет. Сол кезде біздің креміміз шығатын болады. Бірінші майымды миксерлеп алдым, содан кейін соның үстіне осылай қасықтап немесе осылай мен сияқты лопатамен 1-2-ден салып тұратын боламыз. Бірден салып жіберуге болмайды, онда креміміз шықпай қалуы мүмкін. Дәл осылай бөліп салғанымыз жақсы. Және де мен ванилин немесе ванильный сахар қосып жүрген болатын, кішкене дәм беру үшін. Мінекей осылай барлығын құйып, миксерлеп алдым. Мінекей креміміз дайын болып қалды. Осылай өзінің формасын керемет ұстайтын болады. Сіздер жасап көріңіз. Бисквитный торттарға өте керемет келеді. Каналыма тіркеліп, лайк басып қолдап кетуіңізді сұраймын.